Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді мейрамханадағыдай KFC-дің ащы тауық қанаттарының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бізге ең бірінші кезекте осындай тауық қанаттары керек болады. Бұны жақсылап жуып, тазалап аламыз. Енді бұны қуыруға ыңғайлы етіп, екі бөлікке бөліп турап аламыз. Және де осы тауық қанаттарының осы ұшын алып тастаймыз, бұны қуырмаймыз. Мінекей достар, видеодағыдай осылай екі бөлікке бөліп турап дайындап аламыз. Мінекей достар, енді турап дайындап алғаннан кейін бұны маринадтауға көшеміз. Осылай жылы судың үстіне жаңа 1 шай қасық тұзымызды, 2 шай қасық ащы бұрыш және де қара бұрышымызды салып, маринад суымызды дайындаймыз. Және де бұның үстінен ұсақтап туралған чесногымызды қосып, жақсылап араластырып, барлығын бірге ертіп алғаннан кейін, үстіне жаңағы турап алған тауықтың қанаттарын салып, маринадтаймыз. Мінекей достар, осылай араластырып салып алғаннан кейін, осылай бетін жауып, кемінде 2 сағатқа салқын жерге, холодильникке қойып қоямыз. Негізі маринадымыз таңға дейін тұратын болса, онда жақсы сіңіп, тіптен дәмді болады. Осылай маринадымыз толық сіңгеннен кейін енді қуыруға көшеміз. Осылай құрғақ ұнның үстіне жарты шай қасық тұз және де 1 ас қасық осылай ащы бұрышымызды салып, құрғақ ұнымызды араластырып дайындап аламыз. Және маринадтап, холодильникке салқын жерге қойған тауықтың қанаттарын осылай алып, араластырып, енді осы құрғақ ұнымызға араластырамыз. Достар, осылай барлығын толықтай осы құрғақ ұнымызға араластырып дайындап аламыз. Және де естеріңізге сала кетейін, видеоның төмен жағында описание бөлімінде барлық керекті ингредиенттердің көлемі жазылған. Осылай толықтай араластырып алғаннан кейін, енді осылай арнайы сүзгіміздің үстіне жаңағы құрғақ ұнға араластырып алған тауықтың қанаттарын осылай салып, ең бастапқыдағы жаңа маринад суымызға қайтадан бір малып аламыз. Мінекей достар, видеодағыдай толықтай барлық жеріне маринад суы тиюі керек. Достар, осылай 2 мәрте құрғақ ұнға араластырамыз. Бұл дегеніміз жаңағы тауық қанаттарыңыздың сырты қытырлақ, қабыршақталып, сарғайып, өте әдемі болып піседі. Және де тойымды болады. Осылай достар, видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Осылай құрғақ ұнымызға 2-ші мәрте осылай араластырып, дайындап, қуыруға дайындап аламыз. Осылай достар, құрғақ ұнымызға араластырып дайындап алдық. Енді бұны алдын ала қызып тұрған майымызда осылай қуырамыз. Бастапқыда майыңыз қаттырақ қызып тұруы керек, одан кейін сәл температурасын түсіресіз. Себебі қатты күйіп кетпес үшін, қатты сарғайып, беті күйіп кетпес үшін осылай бір келкі температурада қуырамыз. Мінекей достар, сырты қабыршақталып, сарғайып, өте әдемі болып пісіп жатыр. Екі жағын кезек-кезек аудара отырып, шамамен 7 минуттай пісіреміз. Іші толықтай пісуі керек. 7 минуттан кем ұстамаңыз. Мінекей достар, өте әдемі болып, өз бабында пісіп жатыр. Осылай піскеннен кейін, осылай майымыздан біртіндеп майын сорғыта отырып, сүзіп аламыз. Мінекей достар, біздің KFC тауық қанаттарымыз дайын болды. Жасалу жолы қарапайым, кәдімгі мейрамханадағыдай өте дәмді болып шықты. Іші де толықтай піскен ащы тауық қанаттарымыз.
Осы рецепт арқылы міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сізге рецепт ұнаған болса, немесе осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.